Заңды қайталау жазбасы Таураттың ұзақ та әсерлі қорытындысы болып табылады. Мынаны алдын ала айтамыз. Жазбаның соңында Мұса пайғамбар дүние салады. Жазбаны түсіну үшін осыған дейінгі оқиғаларды еске түсіруіміз керек. Израиль халқы Мысырдағы құлдықтан құтқарылған еді. Мұнан кейін олар бір жыл бойы Синай тауының беткейіндегі қоныста тұрды. Сол жерде олар жаратқан иемен Таураттағы барлық заңдар мен ережелерді орындау жайлы келісім жасады. Сосын халық жаратқан ие уәде еткен елдің дәл қарсы бетіндегі Йордан өзенінің шығыс жағасына жеткенше ен далада 40 жыл бойы көшіп қонып жүрді. Сонымен халық уәделі елге кіруге дайын тұрды. Заңды қайталау жазбасы осы жерден басталады. Бұл жазба негізінде Мұса пайғамбардың айтқан көлемді сөзін қамтиды. Ол уәделі елге аттанғалы тұрған Израильдің жаңа буынына арнап жігерлендіретін соңғы өсиетін айтты. Пайғамбардың сөзі мына үлкен 3 бөлімнен тұрады. Пайғамбар бұл сөзінің кіріспе бөлімін қайғылы сезіммен сөйлей бастады. Өйткені ол сонда Израиль халқының назарын олардың өткен 40 жыл бойы бүлік шығарып, қарсылық көрсетіп келген ісіне аударды. Бұл кіріспе осы бөлімнің қалған бөлігінің негізін құрайды. Онда пайғамбар жаңа буынға ата-аналарының істегендерінен өзгеше әрекет етіп, Құдайдың көрсеткен зор рақымына сүйіспеншілікпен және мойынсұнушылықпен жауап беруге шақырды. Пайғамбар келісімнің негізі ретінде 10 өсиетті халықтың есіне салды. Содан кейін оларға мына әйгілі сенім шартты тапсырды. Тыңда, Израиль, Құдайымыз жаратқан ие жалғыз Құдай. Құдай еңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, бар күш-қуатыңмен сүй. Яхудилер сенім шартты әдетте Шема деп атайды. Өйткені оның басындағы 2 еврей сөзі Шема Исраил, яғни тыңда Исраил болып табылады. Яхудилер бұл сенім шартты мінәжат ретінде күніне 2 рет айтатын. Онда Израильдіктердің жалғыз жаратқан иеге, яғни шынайы Құдайға ғана адал болу керектігіне баса назар аударылады. Өйткені ол Израильді сүйіп, Мысырдағы құлдықтан құтқарған. Иә, бұл маңызды еді. Өйткені Израиль енді халықтар көп жалған тәңірге табынатын жерге кірмек болды. Сондықтан Мұса пайғамбар халыққа шынайы өмірге апаратын жалғыз жол жаратқан иеге адал болу деп ескертті. Енді Шемадағы мына маңызды 2 сөзге көңіл бөлейік. Тыңда және сүй. Тыңда сөзі еврей тілінде дыбыс толқындары құлағыңа кірсін дегеннен артық жайтты білдіреді. Тыңдау адамның естіген нәрсесіне сәйкес әрекет етуді де қамтиды. Демек, Израиль халқы үшін бұл келісімнің ережелері мен заңдарына мойынсыну арқылы Құдайдың рақымына жауап беруді де білдірді. Сонда тыңдаудың соңынан әрқашан сүйіспеншілік ілеседі. Иә, өйткені сүйіспеншілік ережелер мен заңдарды орындауға шынайы ынта-жігер береді. Израиль халқы жаратқан иені сүймесе, оған мойынсынбайды. Ал егер мойынсынбаса, оны шын жүректен сүймейді. Осылайша бұл жазбаның көп жерінен сүйіспеншілік пен тыңдаудың арасындағы тығыз байланыс көрінеді. Мұса пайғамбар халыққа мына жайтты да түсіндірді. Егер олар жаратқан иені тыңдап сүйетін болса, онда олар Ибраимның әулеті ретінде өздерінің бастапқы мақсатын орындайды. Жаратқан ие белгілеген бұл мақсат бар ұлттарға Құдайдың даналығы мен әділдігін паш етіп, олардың жарылқануларына жол ашу. Заңды қайталау жазбасындағы 2-ші үлкен бөлім заңдар мен ережелердің үлкен жинағы. Бұл жазба осы заңдар жинағына бола заңды қайталау деп аталады. Өйткені ондағы заңдар мен ережелердің көпшілігі Таураттағы өзге 4 жазбада да қамтылған. 1-ші тараудың 5-ші аятында Мұса пайғамбардың Таурат заңын түсіндіргені жайлы жазылған. Осылайша Мұса пайғамбар сол заңдар мен ережелерді қайталап, кеңейтіп, жаңа буынға түсінікті әрі маңызды етті. Жазбадағы заңдар мен ережелердің тақырыптары әртүрлі. Израильдің жаратқан иені қалай мадақтау керектігі, рулардың басшылық құрылымы, қоғамдағы әділдік және Құдайға ғибадат етудің тағы басқа жақтары. Пайғамбар сол заңдар туралы сөйлегеннен кейін, халыққа олардың жаратқан иеге мойынсынуының нәтижесі жарылқау, ал мойынсынбауының салдары қарғыс болатыны туралы ескертті. Егер олар жаратқан иені тыңдап сүйсе, елде береке мен молшылық болады. Ал егер солай етпесе, ашаршылық пен індет болады, және халық ақырында өз елінен жер аударылады. Сонымен Мұса пайғамбардың сөзінің соңғы бөліміне жеттік. Иә, сол жерде ол былай деген: мен бүгін алдарыңа өмір не өлім, жарылқау не қарғыс әкелетін жолдарды жайып салдым. Ендеше өмірді таңдап алсаңдар ғой. Бірақ оның осыдан кейінгі сөздері айрықша қызық болды. Өйткені пайғамбар 40 жыл бойы халықпен бірге жүргендіктен, олардың Құдайға мойынсынуларының тұрақсыз болатынын білді. Сондықтан ол халықтың болашақта мүлт кетіп, тіпті уәделі елден қуылатынын алдын ала айтты. Пайғамбар сондай-ақ мәселенің шынайы қайнар көз деп санайтын жайтқа олардың жүректерінің қасарысып, өзімшіл екендігіне назар аударды. Израиль халқы Құдайға мойынсынуға ынталы болатындай, оны шын сүюге қабілетсіз еді. Бірақ бұл мәселе тек Израильге ғана тән емес. Иә, солай.
Мұса жарылқау мен қарғыс туралы айтқанда, Израильдің тарихын жаратылыстың басталуы біріншіден үшінші тарауға дейінгі бүкіл адамзат тарихымен байланыстырды. Адам ата мен Хауана Израиль халқы сияқты Құдайдың жарылқауын қабылдаған еді. Олар Израиль халқы іспетті Құдайға сенім артып, мойынсынуды таңдауға мүмкіндік алған еді. Ал алғашқы адамдар бүлік шығарып, жердің топырағының қарғысқа ұшырауына себепкер болды. Енді Мұса пайғамбар Израиль халқының да солай істейтінін білді. Сондықтан пайғамбар Израильдің қасарысқан жүрегі туралы айтқанмен, оның сөздері адамзаттың жалпы жағдайын көрсететін терезе іспетті болды. Әйтсе де пайғамбар мүлдем үміт үзбеді. Иә, солай. Оның айтуынша, Израиль халқы жер аударылып, сосын еліне қайтып келгеннен кейін, бір күні Құдай олардың жүрегін жаңартып, өзін тыңдап сүйе алатындай ететін жөнінде уәде берді. Соңғы тарауларда Иешуа Израильдің жаңа көсемі болып тағайындалды. Сосын Мұса пайғамбар бүкіл заңдар жинағын, Яғни өзі Израиль болашақта бұзатын болар деп болжаған заңдар жинағын. иә, пайғамбар дәл соны қолына алды да, келісім сандығының ішіне салып қойды. Содан кейін Мұса уәделі елді алыстан көру үшін бір таудың басына көтерілді. Сосын пайғамбар дүние салды. Таурат кітабы да осымен аяқталды. Бұл әңгіменің аяқталатын орны біртүрлі екен. Яғни, дәл сол жерде, әңгіменің шарықтау шегінде, олар уәделі елде заңдарды орындап, адал өмір сүре ала ма, жоқ па деген сұраққа жауап күтіледі. Иә, Израильдің тарихы киелі кітаптың бұдан кейінгі Иешуа жазбасында жалғасын табады. Ал бұл Таурат кітабының соңы. Ол осы жерде белгілі бір себеппен аяқталған. Таурат өз елдерінің сыртында тұратын, немесе Құдайдың бүкіл әлемді жарылқау туралы уәдесінің орындалуын әлі күтіп жүрген адамдарға арнап жазылған. Осылайша енді әрбір жаңа буын Тауратты оқып жатқанда, өздерінің Мұса пайғамбар үміт еткен нәрсеге үміттенуге шақырылғанын түсінеді. Бұл нәрсе бір күні шынымен тыңдап сүйе алатын жаңа өзгерген жүректі білдіреді.